Жұма күніңіз қайырлы olsun. Бүгін Қырым-Ишғалының 1086 күн эфирде заманауи бұл саатқа бөле бір мәліматлармен таныш етмеге азырмыз. Қырым елі мемори сыңыр кечуыны идаре еткен қарарыны деңіштірмек керек ме? Şimdiki karar lahu etilip yanısı kabul edilmek gerektir. Қырым татар фальжилері ишгалжилер кечірежек сайлауларға қошылмамаға тепсие етелер. Так как на Крымском полуострове продолжаются политические преследования. Русия өлім yolында 6 Қырым татарының елек олмасында қабатлы олған шақысларыны афу еткен. Қырым татар фальжилері Қырымда ерлі шураларға кешірілежек қошма сайлауларда иштирак етмекні ве өз набзетлеріні көстермемекні тепсие етелер. Ишгалжилер Ахмеджеттің Николаевка қасабасы шурасында бірқач депутат өз векилетлігіні тоқтатқан сон, яңы сайлауларына апрелінің 2-сіне тайынлеген. Фальжилерінің малыматына көре, ерлі Қырым татарлардан кімсе өз набзетіні көстермеген сон, Ишгалжилер Тепловка Кунтуған мектебінің сабық мудері Фатиме Ситвелиеваға набзетіні көстерілмесіні мәжбүр еткенлер. Бұл мәжбүриетте ишгалжилерге дестек көстерген Қырым татарлары да иштирак еткен. Большинство крымско-татарских активистов по-прежнему считает, что участвовать в выборах в Крыму какого-либо уровня является неправильным даже с моральной точки зрения, так как на Крымском полуострове продолжаются политические преследования крымских активистов, правозащитников, адвокатов, журналистов, людей, исповедующих ислам. Мы считаем, что подобными действиями люди, участвующие в выборах, фактически легализуют эти преследования, признают эти преследования, что является абсолютно неправильным. Конечно, эти люди имеют полное конституционное право поступать так, как они считают нужным поступать. Никто отговаривать их не собирается, но мы, как общественность, считаем, что добиваться решения местных проблем можно без непосредственного участия в выборах, а работая постоянно с местными властями как громада, требуя выполнения тех обязательств, которые депутаты берут на себя. Қырым мемурларына Украин паспортларынан қайтара екенлер. Бұны адвокат Николай Полозов тақмин ете. Оның фікіріне көре Кремль ярмадада қайта референдум кешірілуіне азырлық көредір. Ишгалден сон Русия акимиет векиллері Қырым мемурларындан Украин паспортларына тұтып алған еді. 33 саат Қырымдан Украинаға көчкен Илья Ильин өз шақси эшеларыны кечірмек үшін тамам бұ қадар вақыт сарф еткен. Назирлер шурасынан 1035 санлы қарары үшін оның интылығы насипсіз олды. Оқу қорчалайжылар білдіргеніне көре бұ қарар шақси эшелерінің кечірілуіні сыңғырлап, инсанларының анаяса ақларына боза бұ қарар деңіштірілмек керек олғанына, ишғал олынған территориялар ішінде назирлікте рет етмей. Илья Эвенден пайтаққа өз шақси шейлері қаве машинасы, телевизор, савут-саба ве Қырымда топлаған шарап коллекциясына алып кете екен. Сат онда окаланчак сыныр кечетіне келген. Гümrükçi bazı bir şeylerini keçirmeyi yasak etti. Karar elektrotexnika, şahsi şeyler, ev kinotеатры, içki ve şahsi bilgisayarga nisbetten çıkarılgan. Илья полицияны чығырған. Олар есе музыкерелерден сон дигер сыныр кечеті вастасынен кечмеге теклиф еткенлер. Сказали, езжайте на Чаплынку, там вас... Чаплынкаға кетің деділер. Анда бізлерні кечережек екенлер. Чүнки біз бұл кечетті чоқ шамата көтерген екенміз. Илья о кечеттен де шейлеріні кечіріп оламаған. О бір күн девамында сынырда меселені чезмеге тырышқан. Нетижеде шейлеріні Қырымға қайтарған, озы қытаға кечкен. Илья гүмрік хызметі чықарған ясаққа шекет бережек ола. Кешкенсене Одесса махкемесі гүмрікшілерінің ясағыны қанунсыз кебе таныған еді. Ләкин о махкеменің қарары бұл вазиетте орнек олмаған. Необходима отмена этого постановления и принятие... Şimdiki karar lahu etilip yanısı kabul edilmek gerektir. Анда ise ticaretten bağlı şeyler alıp geçilmesi yasak edilgeni kaydedilmek gerek. Adi insanlar o şeylerini geçirmek gerekler. 1035 kararı acele şekilde değiştirilmek gerektir. Almenda merkezinin hadimleri bundan emin. Yakında Ali Ukuf yurtlarga kirish kampaniyasi başlayacak. Bu yasak ise abiturientlerini Ukrainaga kelmesine korkutabilir.
засовывает в сумки. Открываем эти вещи глазами Таможенникова. Бу шейлерге гümrükçü көзлерінен бақамыз. Бу эшялар арасында дүрбин, қаяқ сопалары, пейджер yok. Украина акиметі ve 1035 қарарының мантығы бойынша университет талебесіне бу эшялар мұйым олacaklar. Анабабалар баласына Али Юқуф юрты сайлар екен 1035 қарарының жедвелінен таныш олған арада Украинаның сайлажақларından шүбеленем. Угук корчалайчы ве экспертлернен вақтынча ишгал олынған территорияларының ишлері назерлегінде разылар. Анда білдіргенлеріне көре Қырымнен мунасибетлеріні идаре еткен канунлар денештірілмек керек. Є протокольне доручення, яке призначає нам опрацювати зміни. Бу канунларга денешмелеріне азырламақ үшін керек олған протокол авалесыдыр. Вақтынча ишгал етілген территориялар бойынша қарарға денешмелер кірседілмесі инсанларға өз ишяларыны кетірмелеріне таныған olur еді. До сумнозвісної постанови. Угук корчалайчылар Назирлер шурасының қарарыны беклемелер. Олар Киевнің макимесінде акиметке қаршы дава açып 1035 канунны лягу етілгені талап етелер. Роман Спиридонов, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Мejlis Türkiye'den kelgen iş adamlarının koruşuv keçirdi. Kelgenlerinin bazıları yarmadаны 1783 senesi işgalden son Türkiye'ye icret etken ilk Kırım Tatarlarının varisleridir. Koy hocalığı ve Ukrayna ziratı sahasında yapılabilecek yatırımlar muzakere etilgendir. Они приехали сюда на сельскохозяйственную выставку. Олар зираат сергесіне келгенлер ве кой хожалыққа истикбалыны ақында да білменге истегенлер. Бізім пек берекетлі топрағымыз олғаныны білелер. Оларда есе пара бар. Бұның үшін екі тараф үшін файдалы мунасибетлер башламаға yardımcı olabilecekler. Олар бізде iş yerleri açabilecekler. Buradaki vatandaşlarımızın sözcülüğünü yapıyorlar. Gözü, kulağı, dili oluyorlar aynı zamanda ki bunlarla işte siz de basın yoluyla bunları vatandaşlarımızı ve tüm dünyaya duyuruyorsunuz. Ben size tebrik ediyorum çünkü yapılan zulmü, yapılan işlerinde birilerinin duyması lazım. Bunu tüm dünya duysun. Yapılan haksızlıklara hep birlikte mücadele verelim inşallah. Авдеевкаға кенеді ағыр селе бастасынен ұжым етелер. Русия женкеверлері түневін ақшам танкыларынен аты шашқанлар бір арбеви, бір ерлі сакин иляк олған. 8 инсан яраланған олар арасында учы ерлі сакинлердір. Женкеверлер түневін ақшам шер мерkezінде ерлешкен евве түкенларға қаршы аты шашқанлар. Құртарыжылар, қалымтылар түбінде сақ қалғанларыны шығарғанлар. Кечкен күн девамында ату зонасында уч Украин арбесі иляк олып, 10 кіші яраланған. На данный момент до нас поступило... Алазырда бізге Украина селялық бетлерінің 5 яралы арбии кетірілді. Бірісі Ағыралда, екіншісінің алы да орта қарар. Один середній. Троє хлопці мають легкі поранення. По цивільним особам Учегітесі яралы еңгілже. Уч кіші кетірілді, Авсуски бір әркек иляк олды. Алазырда тұшулар девам ете. Обстріли тривають. Анда да ереде зарар көргенлер бар ма? Я понял. Хорошо. В чем еще помощь? Да, насыл ярдым етейіп. Выйти вам надо ярдым помочь етмек керек. Пришли же с МЧС. Пескулеті вазиетлер қызметіне барып, зарарланғанларны қыдырдық. Таптық, қалымдыларны бақмаға башладық. Яш балалы бір қадыны таптық. Қапыны açып, шейлерні чықармаға ярдым еттік. Розблокувати двері. Знайшли жінку. Донбасстаки Дженкнын Жеби районларында тахменен 1 миллион бала ярдымға мұқтач. Бөлі малыматны Украинадаки Бірлешкен миллетнын бала фонду тарқата. Тешкілетнын малыматына көре Жебенің 15 километр живарында тахменен 200 bin бала бұлынмақта. Русия өлім юлында 6 Қырым татарының еляк олмасында қабатлы олған шақысларыны афу еткен. Уч қабатлы шақыс Русия Девлет Думасы тарафындан 2-ші Жан Женкінің 70 жылығына бағышланған амнистия алтына түшкенлер. 2014 сенесі сентябрінің 28-інде Ахмежи Дубки чевре yolында пида олған чұқырға 8 yolcu кеткен араба түшкен еді. Нетижеде арабада олған 6 кіші еляк олды, олар арасында 2 бала да бар еді. 2015 senesi Rusiya Taqat Komiteti qabatılı құруculuqның ustası, baş mühendisi ve müdirge qarşı iş açқан еді.
Yüzlerce yük arabası en az 4 gün devamında Kiriş parom keçitinen kullanmak için Nevbet'te duracak. Krasnodar tarafından tahminen 1000 dani yük arabası tura. Yarımadadan tahminen 300 yük arabası öz Nevbet'ini bekley. Keçit dışında problemalar keçken hafta sonunda başladı. O vakit Azaq denizinde buzlar yürüyüşünden son başlandı. МЧС xadimleri kızdırıv çadırlarını teşkil etkenler. Соңғы фура Уялыға не вақыт yol aldı? Какого числа? 3 gün evvelsi. А вы откуда едете? Siz qaydan? Omsk'tan. Груженые все. Yoğunuz var? Esasen boşmuz, mında almağa şey yok. Mında gerek olmagan şeylerini getiremiz. Faydası ne? Mından ise boş kaytamız. Дорого вот. Bir gün gecelemege pahalı mı? Binden ziyade. Алупкадaki 1 мая соқағының сакинлері мемурлар пара арттырмаға істегенлері үшін сакинлер сусыз қалған. Бірқач күн евелсі су қызметі канализацион насос станциясы олмағаны үшін евлерге су берілмесіні кескен. Сакинлер білдіргеніне көре девлет парасыны бұл станцияны құрмақ үшін мемурлар бұл соқақыны шерге кірсетмегенлер. Енді есе сакинлеріні бұл станцияны өз парасына құрмаға мечбур етелер. Приехал водоканал. Наводить экологический порядок. Со всей нашей улицы 1 мая, вот часть домов Ленина подключены тоже к нашей канализации. Взяли в 3 домах, рубанули воду, опломбировали вентиль, развернулись и уехали. Вот сегодня мы 3 сутки без воды. Как ниточка шел, мы думали, хоть чуть-чуть набрала, вот стоит у меня... Снег топили. Снег топили, натопили. Вот это с дождя. И вон там тоже. Вот. И там у меня за сараем 2 ведра тоже. Контролер с водоканала и сказала, что вам обрежут воду. Мы не верили. За 3 дня можно сделать канализацию разве? Люди что могут? За свои деньги такие построить КНС, эту станцию? Америка Русия мünasebetlerinde ne olacak? Keçenler Amerika Birleşken Devletleri'nin devlet katibi Rex Tillerson, Rusiya Dışişler Naziri Sergey Lavrov ile görüştü. Müzakereler Almanya'nın Bonn şehrinde ötkürüldü. G20 memleketlerinin Dışişleri Nazirliklerinin görüşü çerçevesinde geçirildi. İki taraf görüşü neticelerini özcesine izatlay. Мы готовы сотрудничать с Россией в тех направлениях, которые практически будут выгодны американцам. Там, где наше видение не совпадает, мы будем действовать в интересах США и наших союзников. Пытаясь найти точки соприкосновения, мы ожидаем, что Россия будет выполнять Минские соглашения и работать над деэскалацией насилия в Украине. Нет, вопрос санкций не обсуждается. Мы санкции не обсуждаем. Мы исходим из того, что это аномалия, и те, кто к санкциям прибегал, должны, в общем-то, оценить для себя, насколько это эффективно, насколько это отвечает нормальному общению между государствами. Bu saat hazır olğan sonki haberimiz edi. Hepinizge hayırlı akşamlar ve rahatlık günleriniz tinch keçmesini tileymiz. Sağlıqnen qalınız.